Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Мына бүгүн биз дагы өтө сонун табият коюнунда турабыз. Жоолон Мамытовдун 85 жылдыгына арналган иш-чаралардан берүүлөрдү улантып жатабыз. Бүгүн дагы менин жанымда маектешим Казакстандан келген мырза. Аты жөнүңүз, өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Мерей Карт, Казакстандан келдим. Абай облысының Семей каласынын тургунумун. Кыргыздын элине, кыргыздын кең байтак жерине, Ош қаласының даласына, мынау Кара койдың бауырына, Памир тауларының ауылына кеп жатқаным өте қуаныштымын. Таудың қуысында, Құдайдың уысында жатқан қырғыз елінің қошеметін, құрметін, пейілін көріп, өте риза, ықыласымыз зор болып жатыр. Ош жөнүндө таасирлериңиз, Ош шаары негизи кандай шаар экен? Кез келген қаланың шет елге барғанда, басқа елге барғанда менің өзім әдетімде алдымен тарихи мәдени жерлерін аралаймын. Алдымен Ош қаласындағы өлкетану музейіне бардық. Солардағы бұл арада қандай жануар, қандай аң, қандай тарих, 3000 жылдық тарихы бар. Кезіндегі Рим қалаларымен тұспа-тұс келетін тарихы бар. Сондай үлкен тарихи қала екеніне көзім жетіп, кереметті әсер алдық. Одан кейін Сүлеймен пайғамбар тауына бардық. Сүлеймен тауына, бұл да бір киелі жерлердің бірі. Сүлеймен тауының бауырын бір айланып шыққан кездегі әсер, энергетика, солардағы шабыт бәрі ерекше сезілді. Ош қаласының төбесінен қараған кезде бұлттардың көшіп бара жатқаны, бүкіл халықтың нөпірі, соның барлығы бізге ерекше әсер етті. Сондықтан Ош қаласының тарихы қалыптасқан, мәдениеті ежелден келе жатқан бір тарихи қала ретінде бізге елестеді. Бұл араның қалыптасқан мәдениеті бар, ақындары, әншілері, әртістері, театры, қай саласы болсын, бұл елдің мәдениеті жоғары екен. Мәдениеті жоғары елдің экономикасы басқа саласы кейін гүлдейді. Сондықтан мен өте ризамын. Сіздер сияқты телеарналарда керемет ақпарат таратып жатыр. Оның барлығы мынау бүгінгі жаңағы ақпараттық заманда үлкен дүние деп ойлаймын. Түркі дүниесінің ақындары қай-қайсымен сөйлессек те бір керемет тарихи сәттерді бастан кешіп жатқандарын көріп риза болып отырмыз. Сондықтан Ош қаласы менің жүрегімде керемет бір тарихи сәттермен есте қалды. Құбашың маңдайын мәңгі қар басқан, қарала бұлтпен арбасқан, найзадай ұшып көк асып, найзағай отпен жалғасқан, қасқайып тұрған құбашың жаңғырмай іштей тынасың, жадырап жетсем жатсынып, құлазып келсем ұғасың. Қыран ұшырған құба құз, қойныңда алуан, бар аңыз, алшаңдай басып мен кеттім, алшақтау қазір арамыз. Өзіңнен туған бел бала, мен едім көңіл кең дала, төбесін күнге сүйгізген, тәңірге жақын сен ғана. Тек саған жүректі жаралсам, тек саған жүректі ұсынып, тіліңді түйсікпен түсініп, дауыл боп жаралсам өзіңді ғарышқа кетерем ұшырып, о да бір құс үміт. Ұзама әзірге сен елден, өргеудем назыңа бүлінген, жаңбырдай болсам ғой шіркін-ай, селдетіп тұрар ем төбеңнен, нөсерлі өлеңмен. Ғашықпын өңім бе, түсім бе, бір маңыз болмадау ісімде, теңіз боп жаралсам толқыр ем, сендегі жүректің ішінде. Мың сиқыр сыпайы күлкіңде, өзіңдей сұлу жоқ үргінде, жұлдыз боп жаралсам тып-тыныш, қолыңа қонар ем бір түнде, жүрегім бүлкілде. Керуен күн тартады бұрылмай, дүние қызықсыз бірыңғай, шын өмір сүреде алмайсың, шын сүю дегенді ұғынбай, жүрегің сезімге жылынбай. Акындын ырларын тааныш үчүн анын өсүп чыккан жерин билиш керек, анын өздүгүн билиш керек. Анын сыңарындай сиздин бул акындыкка түрткөн нерсе эмне болгон? Эң негизгиси акындыкка жолду эмнеден улам тандап калгансыз? Казактын Несіпбек Айтұлы деген ғажап эпик акын өткөн сол кісінің сөзі бар. Акындык акынга сүйөкпен
келет сүйекпен кетет, қанмен келет деп. Сондықтан алдымен қанымызбен, сүйегімізге сіңген дүние деп ойлаймын. Екіншіден, ауыз әдебиеті, фольклор дейді. Менің атам мен әжем осы фольклордан ауыз әдебиетін тұтастай бойыма сіңіріп өсірген адамдар. Осы әдебиет саласына келгеніме үлкен зор ықпалы сол атам мен апамның әсері деп ойлаймын. Кейін әдеби ортаның да үлкен ықпалы болады. Ары қарай ізденіс. Жан райы, ауа райы амал кірмей бұзылдың, ал сенің не жабыр қаулы жүзің мұң. Жар шетінен баяу сырғып барады, әне қара жарған қарбыз қызыл күн. Қабағыңнан қар жауып тұр, мұң есіп, жадырашы жұлдыздарға ілесіп. Көктем жайлы ой салып өт, көшеге жүрегіңе нұрдан жасыл гүл өсіп. Қиялыңнан құс ұшырсаң қырларға, одан асқан ғазал бар ма, жыр бар ма? Еркелетші иығыма бас сүйеп, шын сүйетін бір адамың тұрғанда. Ән айтайық, ешкім әлі салмаған, жақынырақ отыршы енді сәл маған. Екеумізге ортақ ұғым махаббат, екеумізді тербететін ән ғана. Көңіліңді енді қайда бұрайын, неге солғын шырайың? Жадырашы, жаратты ғой біз үшін бұл әлемді көркем етіп Құдайым. Бұл адабият, маданият чөйрөсүндө Жол Мамытовдун бүгүн иш-чарасында турабыз. Андан сырткары адабиятчылардан, кыргыз адабиятчыларынан кимдерди тааныйсыз буга чейин? Өтө жакшы сурак койдуңуз. Кыргыз бен казак енді бір таудың бауырында жатқан, теріскей мен күнгейінде жатқан егіз ел ғой. Бауырлас ел. Сондықтан кыргыз әдебиеті мен мәдениетімен біз бүгін тұңғыш рет танысып тұрған жоқпыз. Бұғанға дейін Шыңғыс Айтматовтың, Сұлтан Раевтың, Нұрлан ағамыздың, байкеміздің өлең жырларымен, бай шығармаларымен, Жолан Маматовтың шығармашылығымен, кейінгі Мақсат, Бердібек сияқты, Айзат сияқты жастардың шығармашылығымен біз таныспыз ежелден. Сондықтан қырғыз әдебиеті де бүгінгі таңда қанатын кеңге жайып келе жатыр екен. Ол бізді қуантады. Сондықтан осы төл әдебиетінің төріне шығарған, әдебиетін, мәдениетін құрметтеген ел екені біздің жадымызда жаңғырып жатыр. Сол үшін өте қуаныштымыз. Кез келген ел мәдениеті мен әдебиетін төрге шығарса, ол ел оңады, өседі. Ол елдің бағы беселі болады. Сондықтан қырғыз еліндегі осындай бір үрдіске қуанып қалдық. Бұрмасай. Бұрмасай толы гүл бүрген, құбылған қына жиегі. Еңкейсең болды ерніңнен бүлдірген еппен сүйеді. Бұрмасай толы қарақат, қиылып жиі қарайды. Мендегі сезім алапат, таңшолпан, тектес арайлы. Бұрмасай толы долана, итмұрын жұпар аңқыған. Осындай тылсым далада көңілім ерен шалқыған. Атыңнан түспей көренді, дәтіңді мойыл арбаса. Өмір деп салдым өлеңді, өкінген сәтім далбаса. О, ғажап бері құлдыйлап, келеді баяу қыз бала, алдынан шықтым ұлдыйлап, қалың тоғайдан қызғана. Шолпысы шолпан, жұлдыздан, жүзігі күннен сырғасай, ал енді мені бұл қыздан адастыра көрме, бұрмасай. Акындарды жашоонун сынчылары деп коюшат, жашоодон көрүп жазышат, турмушту жазышат. Анын сыңарындай сиз ырларыңызда көбүнчө турмуштук кандай темаларга көбүрөөк токтолосуз? Енді ақынның шығармашылығы тұрмыстан биік тұру керек. Тұрмыстан биік тұрған кезде ол адамзаттық, табиғат, өзінің сезінген дүниелерін жарса, ол шынайы жыр болады. Менің шығармашылығымның басым көбі лирикалық тақырыптарда жазам. Табиғатпен етене жақынмын. Ақын жаны табиғатпен үйлесімді. Сондықтан жалпы табиғат лирикасына қарай бағытым басым деп ойлаймын. Мен және сен. Мен теңіздің толқыны. Сен құрлықтың мүйісі. Мен қара күз салқыны. Сен көктемнің иісі. Мен құзар шың ұшымын. Сен шыңдағы шыңарсың. Мен еркінді құсымын. Сен биікке құмарсың. Мен жарқ еткен жасынмын. Сен қызыл күн кірпігі.
мен басталған ғасырмын, сен бақыттың бір түрі. Мен дауылмын түнерген, сен бейкүнә, тыныштық. Мен даңғыл жол түріңнен, сен тәтті сәт тым ыстық. Мен тумаған әуенмін, сен суретсің салынбас. Мен ашылмас әлеммін, сен қамалсың алынбас. Мен үміттің айнасы, сен сағыныш сағымы. Мен бір атқан ойбасы, сен түйсіктің танымы. Мен ғашықтық дертімін, сен таптырмас давасы. Мен адалдық сертімін, сен жүректің жарасы. Мен тәңірдің демімін, сен өмірдің жырысың. Мен ғұмырдың желімін, сен ғаламның нұрысың. Жаңы китебиңиз тууралуу айтып өттүңүз, ушул тууралуу кененирээк токтолсоңуз. Мына менің аспанға құлау деген кітабым шыққан болатын. Әлі бір айдың жүзі болған жоқ. Астана қаласында елімізде осы кітаптың тұсаукесері өтті. Қырғызстанға келіп жатыр тұңғыш рет. Бұл кітап осы биыл таңдамалы өлеңдерімді жинақтап, жырларымды осыған біріктірдім. Сондықтан осы кітаптан бір өлең оқып берейін. Енді бүгін табиғаттың аясында тұрмыз. Табиғаттың аясында тұрғаннан кейін табиғат деген өлең оқып берейін. Керемет табиғаттың аясында тұрғаннан кейін. Мен жылап ем, көңілшек тау жылаған, қайыңның да көз жасы тамшылаған. Ай тұмсығын тығады бауырыма, қойнымда бұлттар бар, маужыраған. Тағы бір атты менің алатаңым, өргізіп белге сәуле балапанын. Мөлдіреп себелеген ақ жауынға тал шыбықтар жаяды алақанын. Көтерілсе жиектен күн қылаңдап, құс әніне билейді гүл бұраңдап. Адасып ертістеген енесінен құлын бұлақ жөнелді құлдыраңдап. Тұман басып тобылғы тау шатқалын, жоғалуда жолдағы жол соқпағым. Бір атқан бүлдіргенге бұрылып ем, күнге созды әлжуаз саусақтарын. Ғажаптарын көңілді алаңдатқан, саған тиер қайғылар маған батқан. Түрім менің аумайды адамдардан, ал мінезім табиғат саған тартқан. Жаз және қыз, екеуміз келеміз аяңдап, әңгіме жаз жайлы. Көзіңнен мөп-мөлдір ояулап тарқады аз қайғым. Өкпешіл едің ғой өткен жаз, о да бір кезеді. Қарашы, біз үшін көктем мәз көңілді сезеді. Алаулар өп еткен желден де, сезімнің ұшқыны сайрайды өзің деп кеудемде. Гүл сөзі, құс тілі, қақ жардым қараңғы түн үшін тек сенде қаперім. Құшып ем жиілеп тынысың өртеді от ерін. Ал енді қайтейін, маздамай, шарпыса от демің, байқамай қаламыз жазғалай өткенін. Бұлағыз, қайран тағдыр қазбауыр, бұлттар көшті кілабыз, жанарымда жазғауыл, жан дүниемде бұлағыз. Қошы дерен түсімнің көңілімде гүл бірлеп, сүйгеніме ұшырдым сөз құстарын бір-бірлеп. Жұлдыздарды самсаған ой санамда түнеттім, айлы мұңды аңсаған адас қақтау жүрекпін. Арманшылмын ал енді, жаңбыр әні жадымда, аспан сүйіп төбемді, дәтте жудым сағымға. Мен солайша аңғардым, келе жатыр күнә күз, ғашық болып нем барда, жындандырдау бұлағыз. Мерей мырза, эми көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, келечектеги пландарыңыз ошол тууралуу уксак. Енді мен жоспарларымды көп айта бермеймін. Өйткені жоспар мақсаттарыңды айтсаң, ол орындалмай қалады деген тәмсіл бар. Сондықтан жоспар жалпы айқын, осы әдебиет төңірегінде өзіңнің бір ізіңді, шығармашылығыңды, өзіңнің жеткен жерге дейін өрісін танытып кетсем деген арманым бар. Ешқандай дүнияуи бір үлкен таңғарада үйім немесе биік көлігім болсын деп армандамаймын. Ондай мақсатым жоқ. Бір қарапайым өмір сүріп, өзімнің ішімдегі бар дүниемді ақтарып, ішімде қандай жырлар бар, соның барлығын
жеткизип кетсем деген үлкөн арманым бар. Мерей мырза, абдан туура белгилеп өттүңүз. Адамдын чыныгы, байлыгы бул ички дүйнөсүнүн байлыгы болуп эсептелет. Ички дүйнөсү бай адам гана бул сиз сыяктуу ырларды жаза алат, акын боло алат. Негизи акындар бул дүйнөнү байытуучулар саналат, дүйнөнүн жан дүйнөсүн байытуучулар, агартуучулар дагы саналат. Андыктан сизге ийгилик каалайбыз. Казак кыргыз элинин ортосунда достукту бекемдеп, өз ара ынтымактыкты бекемдеп, эки элге тең таанымал акындардан болушуңузга тилектешпиз. Рахмет, аман болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү жыйынтыкталат. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.